Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Абитов Өмірбек Тұрғынұлы. 1966 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданында дүниеге келгенмін. Мен мына Тоқаевтың кезектен тыс президенттік сайлауына қарсымын. Ол Тоқаев біздің президент емес. Кешегі қаңтарда қазақ халқын қырған жауыз, қолы белшерінен қанға батқан жауыз, халықтың нағыз жауызы. Мен оны қолдамаймын. Қазақ елі, қазақтар Атажұрт партиясына қосылып, бәріміз бір ауыздан бірігіп, мына Тоқаевтың билігін құлатуымыз керекпіз. Бұл нағыз жауыз. Бұны еш уақытта қазақ халқы қолдамау керек. Қолдамаймыз да. Саламатсыздар ма, қазақ елі? Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Шымкент қаласының тұрғыны Аралбаева Гүлнарамын. Мен алдымызда келе жатқан 20 қараша 2022 жылы өтетін сайлауға қарсымын. Сол үшін мен сайлауға қатыспаймын, ешкімге дауыс бермеймін. Мен Жәметов Молдабек, Қазақстан Республикасының азаматымын. 1957 жылы туылғанмын. Мынау кезектен болып жатқан сайлауға қарсымын, түбегейлі қарсымын. Және де бүкіл қазақстандықтарды осы кезектен жасап жатқан Тоқаевтың сайлауын қолдамауға шақырамын. Себебі қаңтарда қазақтың қанын судай ағызған қанішер президент болуға лайықты емес. Мен Атажұртқа мүше боламын, және бүкіл қазақстандықтарды Атажұртқа мүше болуға шақырамын. Мен Хамза Құсайынұлы, Тоқаев президент болуына қарсымын. Ол 30 жыл өсірген Ұры Назарбайдың қуыршағы. Мен Талдықорған қаласының Көксуаудан Амангелді ауылының тұрғынымын. Мен мына әзір мезгілсіз сайлам болғалы жатыр екен. Осы мезгілсіз сайламға мен қарсымын, қарсылық білдіремін, және дауыс бермеймін. Сайламға қатынаспаймын. Атым Исламхан Байғалиұлы. Армысыздар, қазақ елі. Мен Жақсылық Гүлжамалмын. Қазақстан Республикасының азаматымын. Астана қаласының тұрғынымын. Мен биыл 2022 жылғы қараша айында өткізгелі жатқан кезектен тыс президент сайлауына қарсымын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Менің есімім Ғабиден Өтебаев. Ақтау қаласы тұрғыны, Маңғыстау облысы. Қарашаның 20-сында 2022 жылы болатын мерзімнен тыс өтетін сайлауға қарсымын. Заңсыз сайлауға жол жоқ. Атажұрт партиясын қолдаймын. Мен Асалов Есперді, Ақтау қаласының тұрғыны, Маңғыстау облысы. Мерзімнен бұрын өткізіп жатқан президент сайлауына қарсымын. Байкот. Мен Ақбаев Нұрбай Қайыпұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Шымкент қаласының тұрғынымын. 2022 жылы 22 қарашада болатын кезектен тыс президенттік сайлауына қарсымын. Сайлауға бармаймын. Мен Балнұр Мейрамбек қызы, Семей қаласынанмын. Қасым-Жомарт Тоқаевтың кезектен тыс сайлауына қарсымын. Атажұрт партиясын қолдаймын. Ассалаумағалейкум. Мен Мейрамғали Лұқпанұлы Имашев, Семей қаласынанмын. Тоқаевтың бұл кезектен тыс сайлауына қарсымын. Мен ешқашанда Назарбаевқа да Тоқаевқа да дауыс берген емеспін. Атажұрт партиясын қолдаймын. Армысыздар, қазақ елі. Мен Қазақстанның азаматы. Алда келе жатқан сайлауға Тоқаевтың заңсыз сайлауына қарсымын. Тоқаевты қолдамаймын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Едігеев Темірхан Жұмаханұлы. Мен осы Қазақстанда
20 қазанда болғалы тұрған сайлауға, президент сайлауына түбегейлі қарсымын. Менің даусымды пайдалануға рұқсатымды бермеймін. Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті ата жұрт. Менің аты жөнім Серік Оралбайұлы, жасым 53-те, қазақ елінің азаматымын. Мен алдымызда келе жатқан 2022 жылға 20 қарашадағы болатын заңсыз сайлауға қарсымын. Тоқаевтың өткізіп жатқан саясатына да қарсымын. Мен Раим Әнуар Өбайдылұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Алдымызда өтейін деп жатқан, болайын деп жатқан 20 қарашадағы кезектен тыс президент сайлауына қарсымын. Мен Өтебаев Алтынбек Жанзағұлы, Қазақстан Республикасы Түркістан облысының азаматымын. Мен мынау халық сайламаған, заңсыз отырған Тоқаев ел басқаруына қарсымын, және де мына заңсыз болатын сайлауға да қарсымын, және сайлауға бармаймын да. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Нұрдәулет Күзербайұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Алматы облысынан осы жолғы 2022 жылғы 20 қарашада өтетін мерзімнен бұрынғы президент сайлауға қарсымын. Ата жұртты қолдаймын. Армысыз қазақ елі, менің атым Нұрбек Қазбайұлы, Астана қаласы, Есіл районы, Е15 көше 3-ші үйде тұрамын. 2022 жылы 20 қарашада өткізілетін кезектен тысқы президент сайлауына қатыспаймын, және де қарсымын, дауыс бермеймін ешкімге. Бұл заңсыз сайлау деп түсінемін. Және де басқа кісілердің де осылай видео түсіріп қарсылық көрсетуіне шақырамын. Мен Қаржауаев Мади Жұмбасұлы, 1961 жылы туылған, Жылой ауданында. Мен мына кезектен тыс президент сайлауына қарсымын. Мен Тоқаевты сайламаймын. Тоқаевқа қарсымын. Саламатсыз ба қазақ елі. Мен Абдуллин Омсындық, Ақтөбе қаласының тұрғынымын. Мен 20 қараша күні болатын президенттік сайлауға қарсымын. Мен Мамырова Назира Қайратқызы, Шымкент қаласынан болам. 20 қараша президенттік сайлауға түбегейлі қарсымын, және ол сайлауға қатыспаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мен осы Қазақстан Республикасының азаматымын. Түркістан облысының тумасымын. Есімім Оразбек Аманович. Мен осы 2022 жылы 20 қараша күні болатын кезектен тыс президенттік сайлауға түбегейлі қарсымын. Мен Тобажан Кирлан Байғаулұлы, 1984 жылы туылғанмын. Қызылорда облысы Қазалы ауданының тумасымын. Мынау кезектен тыс болайын деп жатқан президент сайлауына қарсымын.